21 ғасырда өте қажетті пәнді ақпарат ғасырын оқытамын. Бүгінгі таңда информатикасыз дамитын ғылым мен техниканың бірде-бір саласы жоқ. Шын мәнінде біздің көз алдымызда адамдардың өмірі мен қауіпсіздігінің барлық салаларына әсер ететін компьютерлік революция бар деп айтуға болады. Мен Әбдікеров Жасұлан, Ұзақбай Қараманов атындағы 268 мектеп гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі. Негізгі мақсатым оқушылардың құзыреттіліктерін дамытып, ғылымға деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Информатика бұл бірінші сынып оқушыларымыздан түлекке дейінгі сүйікті пән болған кезде сабақтан қоңырауды ешкім күтпейді және естімейді. Мектеп күзетшісі кеш және үйге бару керек екендігін еске салғанда, бұл сіздің шақыртуыңыз, тағдырыңыз, уақытыңыз екендігін түсінесіз. Менің пәнім оқушылардың құнды дүниетанымы мен бейнесін қалыптастыратын жеке тәжірибе алу үшін пайдалы. Оқушылар эстетика мен сұлулық сезімін дамытуға ықпал ететін компьютерлік графикамен айналысады. Бағдарламалаумен айналыса отырып, балалар өнімдерді құрудың және олардың кеңінен қолданудың салдары туралы біле бастайды. Олар өз жұмыстарын сапалы орындау және өз еңбектеріне пайда әкелу қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Әрбір осындай сабақ балалардың әлеуметтік белсенділігін арттырады. Әрбір 2-3 жыл сайын информатика пәнінің мұғалімі компьютерлік технологиялар мен оған арналған бағдарламалық жасақтаманың үздіксіз дамуына байланысты бәрін нөлден бастауы керек. Бұл дамуды бақылау үшін үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеу, мақсаттылық және ақпараттық технологиялар әлемінде не болып жатқанын білуге деген ұмтылыс қажет. Ғылым мен техниканың дамыған заманында оқушыларды робототехникаға баулу басты міндет. Әрбір 2-3 жыл сайын информатика пәнінің мұғалімі компьютерлік технологиялар мен оған арналған бағдарламалық жасақтаманың үздіксіз дамуына байланысты бәрін нөлден бастауы керек. Бұл дамуды бақылау үшін үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеу, мақсаттылық және ақпараттық технологиялар әлемінде не болып жатқанын білуге деген ұмтылыс қажет. Мен оқушыларыма бірдеңе білмеймін деп айтуға қорықпаймын. Бақыттымын, өйткені менің мамандығым балалық шақпен қарым-қатынастың қуанышы. Мен мектепке барамын және жаңа ашылулар, шығармашылық сезім, балалармен жұмыс жасаудан ләззат алатынымды білемін. Бұл менің саналы өмірлік таңдауым. Сондықтан мен өзімді сәтті адамын деп есептеймін. Менің ойымша, жұмыстағы жетістік жеке тұлғаны қалыптастырудың басты шарты. Бұл ішкі жайлылық пен қуаныштың көңіл-күйі. Эмоцияларда жайлылық деңгейінде неғұрлым жоғары болса, онда оқу жетістікке жету мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Өйткені бақытты болуы керек.